Müminler haқты мойындап, Раббыларынан қорқатын болғандықтан, қорқуға тырысатын болғандықтан, Раббыларына деген рахымы зор болғандықтан, Аллах Тағала келесі аятында «Ва узлифатил жаннату лил муттақина гайра бағид» дейді. Осындай жағдайлар болып атқан кезде тек бұл емес қияметтің көрінісі, бұл азап жағы ғой дейді. Мына жақта бақыт болып отыр дейді. Сонда жәннат та жақындатылады дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, жәннат келатыр енді. Жәннат та жақындатылды дейді. Кімдерге Раббым? Лил муттақина. Сол Құранда қайта-қайта айтатын тақуалар ғой. Тақуаларға дейді. Тақуаларға жәннат жақындатылды дейді. Гайра бағид. Алыста емес, жақын тұр дейді. Ана адамның, мұсылманның өзі мұмин, иман деген нәрсені түсінгеннен кейін бір-бір үшін жаралған нәрсе ғой. Екеуі кездесіп тұрды. Соңғы сәт қиямет, дүние біздің орнымыз емес, құрметті жамағат. Бұл тек емтихан орны да. Сенің жүрегің жәннат үшін жаралған. Көздеріңді Алла Тағала сол жәннат үшін жаратқан. Соны іздесін деп, ана құлағыңды сол жәннатқа кіргізетін амалдарды естіп алып сол жаққа барсын деп жаратқан. Тұла бойыңды сол жәннатты іздеп, сәжде жасап, рүкуғын жасасын деп жаратқан. Алла жолында жүрсін деп, жақсы істер жасасын деп. Сен аңсап жүрген нәрсе жәннат. Біз бұл дүниеде Алла Тағала мүмкін бір қиыншылықтармен сынар бізді, бірақ біз ештеңе жоғалтпаймыз. Бірақ жәннатты жоғалтып алу деген қиын да. Негізгі бара жатқан жағымыз сол жәннат. Міне құрмет, тек осы жәннат қана сізді керемет адам қылып шығара алады да. Осы жәннатқа ғашық, кәдімгідей жүректі беру керек те бұған. Бұл армандайтын нәрсе емес, бұл қалайтын нәрсе ісіңмен да. Бұл сөзіңмен қалайтын нәрсе, ісіңмен, ақшаңмен, денсаулығыңмен, көлігіңмен қалайтын нәрсе. Бұл көріну керек, сіздің бұны қалап тұрғаныңыз бұл өмірде. Күнделікті өміріңізде көріну керек ол. Ол былай ғана сұрай салатын нәрсе емес. Алла Тағала Құранда айтқандай, «Лейса бияманиюкум», әсте сендердің армандарың өтпейді дейді бізге. Міне. Амал. Сөйтіп, өмір бақи Раббыларынан қорқа біліп өткен тақуалар, тақуалық үшін не істесе де тақуалық мақсатта істегендер. Ораза ұстаса да, парыз ұстаса да, нәпіл ұстаса да, ораза парыз намазын оқса да, нәпіл намазын оқса да, осы тақуалығым піссінші, Раббым, тақуалығым, осы нәрсені маған берші, Раббым. Жүрегім қорқа білетін қасиет берші маған. Байқап сөйлейтіндей қылшы мені, байқап жүретіндей қылшы, байқап адамдармен жүргенде де біреуге зиян тиіп кетпесінші, Раббым менің. Сұраламын ғой ертең ол үшін мен. Түгел сенің құлдарың, ешкімнен артық емеспін мен. Міне солар сол аңсаған сәтіне Алла Тағала жәннатты жақындатып келатқанда, олардың көздері оны көріп, екі таза нәрсе бір-біріне жаралған жақындап келатыр да. Сонда Аллах Тағала айтады екен: «Хазама туадуна». Осы ғой сендерге уәде еткенім дейді. Осы ғой. Бір хадиси құдсида айтқандай, «Фихала айнун раат». Бұның ішінде дейді құлдарым, көздерін көрмеген дейді, бұның ішінде бар нәрсені әлі. Жоқ дейді ондай нәрсе. Біз дүниеде көзімізге көрінетін нәрсеге қызығып, өзімізді жоғалтып алырыз дейміз да. Көрінбеген нәрсе да ол. Оның ішінде адамның көзі көрмеген нәрселер дейді. Вәлә узунун самиғат. Адамның құлағы естіп көрмеген дейді ондай дыбыстарды, ондай дауыстарды. Мен оны бәрін ашып айтпаймын дейді Алла Тағала. Оны кірген кезде сюрприз қылған келіп тұр дейді. Вәлә хатара аля қалби башарин. Ешбір адамның жүрегіне, ақылына келіп көрмеген дейді ондағы бар нәрсе. Зухран, қараңдар. Бұны сюрприз қылып тұрмын дейді. Міне соған сеніп, соған қалаған адамдарға сондай қылып тұрмын дейді оны.